Баршаңызға сәлем, құрметті менің көрермендерім. Бүгінгі видеода жүзімнен компот жабатын боламыз. Ол үшін бізге жүзім және де жалбыз, сосын шекер қажет. Енді банкымызды тап-таза етіп жуып тазалап аламыз. Банкаға 5-6 штук жалбыз саламыз. Және де тазалап алған жүзімді саламыз. Жүзімнің арасында шірігендері болмау керек. Алып тастаймыз шірігендері болса. Енді осыған қайнап тұрған су құямыз. Ең алдымен шекерді саламыз. 2 литр банкаға 200 грамм шекер саламыз. Қайнап тұрған суды құямыз. Банка қатты мұздай болмау қажет. Қатты мұздай болса, ыстық су құйғанда сынып кетеді. Банкілеріңізді жылытып алыңыздар, жылы болу керек. Енді банкының қақпағын осылай айналдырып жабамыз. Компотқа 2 рет қайталап су құюдың қажеті жоқ. 1 рет құйсаңыздар жеткілікті, ешқандай атылмайды. Компотымыз әдемі болып шығады. Банкыны жауып болғаннан кейін түбінде шекері қатып қалмасы үшін банкыны осылай қозғап шекерін ерітеміз. Қозғап болған соң банкыны 1 күнге төңкеріп қоямыз. Осымен компотымыз дайын. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.